Бүгін балабақшадан соң My Kids ойын-сауық орталығына барып, балалармен ойнап қайттық. Бірінші осындай капсулаға отырдық. Капсула барлық осы My Kids-тің төбесінен бір круг жасап айналып шығады екен. Осылай барлық ойындардың төбесінен көріп, қай жерде қандай ойындар бар екенін тамашаладық. Капсуланың іші өте кең, жарық, әдемі екен. Мен де балалармен бірге балаша қуанып отырдым. Одан кейін осындай кішкентай балалар алаңында кішкентай батуттар бар екен. Балаларым өте қуанып, осылай алауда, Абдуда күшті секіріп ойнады. Әсіресе Абдуға қатты ұнады. Қайтқанша 2-3 рет келіп секіріп кетті. Одан кейін осындай дамытушы ойындары бар тақталармен ойнады. Бір-бірімен балаларда күшті коммуникация болды. Бір-біріне үйретіп, қалай жасау керек екенін көрсетіп, өте көңілді уақыт өткіздік. Содан соң осындай қимылдап тұратын машинкаларда қалағандарынша отырып ойнады. Парктердегі осындай машинкаларды жақсы көретін Абду үшін бұл бір рахат болды. Кішкентай жастағы балаларға арналған сырғанақтар да бар екен. Балалар кезек-кезек сырғанап, адреналинді де сезінді. Қауіпсіздік жағы да өте жақсы қарастырылған екен. Абду осылай қиялданып жатып түсті. Бір-біріне бауырмал болып көмектесуді де ұмытқан жоқ. Бір әулеттің балалары осылай бірге жиі қыдырып тұрса, бір-біріне деген мейірімдері мен қамқорлықтары арта түседі деп ойлаймын. Бүгінгі күнде дәл соның дәлелі болғандай, қаншама балалардың ішінен бір-бірін бірден тауып алып, барлық жерде бірге ойнап, бірге көңіл көтеріп жүрді. Ал бұл біздің Абдудың қатты қуанғандағы фирменный жүрісі. Біз балабақшадан соң кешкі уақытта келген соң, уақыттың қалай өткенін байқамай қалдық. 2 сағатымыз 2 минуттай өте шықты. Сағат түнгі 10 болып, орталықтың жабылатын уақыты да болды. Керемет көңіл күймен келесіде ертерек келетін болып, үйімізге қайттық.